Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге витаминдерді қай уақытта ішу керек жайында ақпарат бермекшімін. Біріншіден витамин D3-ден бастайық. Барлығымыз қабылдаймыз витамин D3-ді. Витамин D3-ді қабылдауда біздің бір кемшілігіміз бар, яғни ол витаминді аш қарынға қабылдау. Витамин D3 ол майда еритін витамин. Сондықтан да оны аш қарынға қабылдауға болмайды. Ол кезде мүлде әсері болмайды. Сондықтан да витамин D3-ді тамақпен бірге немесе тамақтан кейін қабылдағанымыз абзал. Екінші, қазірде йод қабылдап жүр көбісі. Йодты аш қарынға қабылдаймыз, өйткені ол организмге гормональды фонды реттейтіндіктен оны аш қарынға қабылдаған абзал. Келесі омега-3. Омега-3 ол тамақпен бірге түсуі қажет, яғни тамақпен бірге қабылдайсыз немесе тамақтан кейін. Егер оны аш қарынға қабылдайтын болсаңыз, аузыңызға балықтың дәмі келуі мүмкін. Үшінші, магний. Магний бізде тыныштандыратын, ұйықтататын әсер көрсетеді. Сондықтан да біз магнийді кешке қабылдаймыз, ұйықтар алдында 1-2 сағат бұрын. Одан кейін кальций препараттары. Кальций препараттарын тамақпен бірге немесе тамақтан кейін, өйткені тамақпен бірге сіңіп кетуі керек. Ал темір препараттары кейбіреулері бар, аш қарынға қабылдайтын, ал кейбіреулер тамақпен бірге, кейбіреу тамақтан кейін қабылдайтын. Сондықтан да міндетті түрде инструкциясын оқығандарыңыз абзал. Және кальций препараттары мен темір препараттарын бір уақытта қабылдауға болмайды, өйткені кальций препараты темір препаратының басып тастайды. Яғни екеуін бір уақытта қабылдайтын болсаңыз, темір препаратының әсері болмай қалады. Сондықтан да кальций мен темір препаратының арасы 3-4 сағат болғаны абзал. Егер видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.